Достар сәлем, сендерге турнингта жасалатын 6 жаттығуды көрсеткім келіп тұр. Видео басталмас бұрын мен инстаграм парақшама жазылыңдар. Ол жерде сендер ютубта жоқ фото, видео және де мотивациялық сөздерді көре аласыңдар. Сілтемесі төменде. Бірінші жаттығу: тар, қысқа, тура хватпен турнингта тартыламыз. Мұнда брахиалис және арқаның кен бұлшық еті жұмыс істейді. Орындау техникасы: турнингті қысқа тура хватпен ұстайсыңдар. Қолдың арасындағы ара қашықтық 10 сантиметрдей болу керек. Арқаның кен бұлшық еттерін ширатып тартыласыңдар. Басқаша айтқанда, крыльямен тартыласыңдар. Жоғары позицияға жеткенде 1 секунд ұстап, дем шығарасыңдар. Шынтақ буындарын толық түзеткенше баяу төмен түсесіңдер. Екінші жаттығу: орташа тура хватпен турнингта тартылу. Ең негізгісі, бұл жаттығуларда арқаның кен бұлшық еті жұмыс жасайды. Қарапайым тілде криле деп айтады, ал ағылшын тілінде latissimus dorsi. Үшінші жаттығу: кен тура хватпен турнингта тартылу. Бұл жаттығуда арқаның кен бұлшық еті, трапеция тәрізді бұлшық ет, үлкен домалақ бұлшық ет, иық кәріжілік бұлшық еті жұмыс жасайды. Сонымен қатар бицепс, трицепс және дельта тәрізді бұлшық еттер кен хватпен тартылғанда жұмыс атқарады. Төртінші жаттығу: қысқа керісінше хватпен тартылу. Бұл жаттығуда салмақтың көп пайызы бицепске түседі. Яғни бицепстің ұзын шоғыр басына, қарапайым тілде айтқанда сыртқы бицепске, қалған салмақ арқаға түседі. Бесінші жаттығу: орташа керісінше хватпен тартылу. Бұл жаттығуда ішкі бицепс жұмыс жасайды. Арқадағы кен бұлшық еттің астыңғы бөлігін шығарғыларың келсе, онда бицепске емес арқаға күш түсіру керек. Ол үшін арқаның күшімен тартылу керек. Соңғы алтыншы жаттығу: кен керісінше хватпен тартылу. Бұл жаттығуда да жұмысты көбінесе бицепс пен криле атқарады. Сонымен қатар керісінше хватпен турнингта тартылғанда салмақтың аз бөлігі пресске де түседі. Достар, видеоны көргендеріне рахмет. Егер де видео ұнаса, поделиться батырмасын басып достарына көрсетіңдер. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.